Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында қойылған міндеттерді орындау мақсатында әр өңірдің ерекшелігін ескере отырып, халықтың табысын арттыруға қатысты Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиұлы Төреғалиевтің хаттамалық тапсырмаларына сәйкес ауыл аманаты жобасы облысымызда сәтті жүзеге асырылуда. 2023 жылы ауыл аманаты жобасы бойынша бөлінген 6 миллиард 400 миллион теңге қаражат 96%-ға игеріліп, 6 миллиард 148 миллионға 934 жобаға несие берілді. Осы берілген несиелердің нәтижесінде жоспарланған 747 жұмыс орны ашылуға тиіс болса, бүгінгі таңда 1100 жұмыс орны ашылып, соның ішінде 840 жаңа кәсіпкерлер тіркелді. Ауыл аманаты жобасы 4 бағытқа белгіленді. Атап айтқанда, мал шаруашылығы барлығы 839 жоба. Оның ішінде сүтті бағыттағы ірі қара мал өсіру 6085 бас сатып алынды. Етті бағыттағы ірі қара малды бордақылау 1283 бас сатып алынды. Ұсақ қара мал бордақылау 15899 бас сатып алынды. Мәдесіп болады. Жеке кәсіпкермін. Осы жылдың басында ауыл аманаты деген бағдарлама басталады деген кейін осы ауылға келіп, Покатиловка деген ауылға келіп, әкіміне кіріп, бағдарламаны орындайын деп өтініш білдірдім. Осы ауылдан үй сатып алдым. Қорасы бар. Мына қораны сүтті бағыттағы сыйларға ыңғайлы ремонт жасадық. Сол алған есеге 120 рулон шөп, 10 тонна жем, және 9 бас сиыр алып келдім. Сиырларды Ақтөбеден бәрінде буаз, Құдай қаласа осы қыста, көктемде туып, сүт өткізетін боламыз. Программасын естігесін бақыт әділет дейтін балам алды осыны. Сол программамен 14 миллион теңге ақша алдық. Сүт өнімін өсіру, сосын асыл тұқымдың осы біздің Орал облысында жоқ, Ақмоладан барып алып келдік біздер. Көкөніс және басқа да дақылдарды егу бойынша 12 жоба, оның ішінде жылыжай 9 жоба, ашық топырақта егу 3 жоба жүзеге асырылуда. Құс шаруашылығы бойынша тауықтар, қаздар және тағы да басқа 12 жоба 22883 бас сатып алынды. Дробно. Пилотку выбрали, потому что очень хорошее перспективное направление деятельности. К Новому году будет птичка в столу жителей Уральска, Даринска. 11 жылы ашылған, сол құс шаруашылығымен айналысамыз. Осы жерде қазір енді бастап туып отыр. Қазір 300-400 жұмыртқа. Өнімді базарларға неге сондай точкаларға барады. Было куплено оборудование, в частности, это инкубатор на 10 тысяч яйца, и кормовое оборудование, полный цикл для производства высококачественного, полнорационного комбикорма. Теперь сделали посадку на 4500, держали примерно 2-2,5 месяца, соответственно, мясом получили, около 10 тонн. Готовую продукцию ЗКО, город Уральск в основном покупают, уже есть точки, куда мы привозим, Также мы стоим на ярмарках на 2, это в центре, который на Революции, и в Зачаганске. Шағын бизнес бойынша барлығы 71 жоба, оның ішінде қайта өңдеу 16 жоба, тігін цехы 7 жоба, көлік өңдеу 9 жоба, бизнестің басқа түрлері бойынша 39 жоба жүзеге асырылуда. Решил открыть здесь сервис. Довольно удачно все получается, хорошо. У меня сейчас пока на данный момент один человек работает, работник. В планах, конечно, еще 3 должны работать. 2,5% этот кредит, он очень помог вообще.
индивидуальный предприниматель Досмухамбетов Руслан Казбекович. Живаю в районе Байтерек нашей области. Занимаюсь пчеловодством. ТП мое называется «Золотая пчелка». Практически реализован в течение 2 недель. И вообще никаких проблем не встречал. Только полная поддержка, понимание. Преимущество в чем? Во-первых, очень удобно само кредитование, всего 2,5%. мына ауыл аманаты бойынша несие алдық. Сонымен банағыда оборудование алдық. Алматыдан заказ бердік. Ауыл шаруашылық кооперативтері бойынша 987,6 миллион теңгеге несие берілді. Барлығы 49 кооперативтері құрылды. Оның ішінде мал шаруашылығы бағыты бойынша сүтті ірі қара мал өсіру 36 кооператив, құс шаруашылығы бойынша 1 кооператив, қайта өңдеу 3 кооператив, өсімдік шаруашылығы 1 кооператив, басқа сервистік қызмет түрлері бойынша 8 кооперативтер құрылған болатын. Ауыл аманаты бойынша қазіргі 2,5%-бен 20 миллиондай ақша алып, соған 55 мал алып, жаңа 2 бас энергия малымен 57 бас мал алып келіп, қазір қаласа жайлап шаруамызды бастап жатыр. Қиындықтар бар, бұға қарай даму процестері қарқынды жүруде. Тағы да бұл басты 200-ге дейін де одан да көп мөлшерде көбейтіп, халықты жұмыспен қамтамасыз ету, ауылға көмек беру, осындай мақсатта жұмыстармен тәмамданып жатыр, қолымыздан келгенше. Ауыл аманаты жобасының мақсаты ауыл халқының табысын арттыру, тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту, ауыл шаруашылығы өндірушілерді жан-жақты қолдау, аграрлық бизнесті